Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен десерт, яғни тәтті әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге ешқандай миксердің және пештің қажеті болмайды. Сондай-ақ қажетті заттар да қолжетімді болып келеді. Тәттіміз өте дәмді болып шығады. Күнделікті шайға немесе қонаққа ұсынсаңыздар да өте әдемі болып тұрады. Осындай жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Және тез жасалады. Қажетті заттар: песочный печенье менде, қаймақ, сары май, су, какао, желатин, ванилин, қант ұнтағы және құлпынай. Ең бірінші печеньемізді сақтау қажет. Ол үшін блендер міндетті емес. Пакетпен және оқтаумен сақтауға болады, сондай-ақ қолмен сақтап шықсақ болады. Дәл осындай ұсақ майдаланған болу қажет. Оған какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Араластырамыз. Осылай біркелкі қылып, тәттіміздің негізін дайын қылып аламыз. Енді бізге форма қажет. Формамызға пергамент қағазын қойып, жан-жағын осылай артық қағаздарды қиып тастаймыз. Тәттінің негізі дайын. Оны формамызға барлығын салып, тегістеп шығамыз. Ол үшін осындай стақан алып, жанына қарай біркелкі етіп осылай басып шықсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Шеттерін 1-2 сантиметрдей етіп жасаймыз. Кесеге желатинді салып, үстінен қайнаған және суған суды жай ғана құйып араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Бөлме температурасында қаймаққа қант ұнтағы мен ванилинді қосамыз. Түйіршіктер қалмайтындай етіп араластыру қажет. Осындай біркелкі етіп араластырып, шетке қойып қоямыз. Енді құлпынайымызды алып, 4 бұрышты етіп турап, тәттіміздің бетін әрлеуге әзірлеп қоямыз. Құлпынайымыз дайын болды. Қайтадан салмамызға оралайық. Оған желатин құю керек. Желатиніміз қатып тұрады. Оны қысқа толқынды пешке салып, 10 секундтай қойып аламыз. Сонда қайтадан ериді. Шетінен ғана жай-жай құйып, жақсылап араластырамыз. Қалған бөлігін құямыз. Барлығын толықтай етіп, біркелкі қылып араластырамыз. Салмамызды формаға құйып шығамыз. Салмамызды осылай біркелкі етіп аламыз. Үстінен құлпынайымызбен әсемдеп шығамыз. Барлық жағына бірдей етіп саламыз. Бізде осындай тәтті шықты. Енді оның бетін пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа шамамен 2 сағатқа салып қоямыз. Ал міне 2 сағат өтті. Біздің десертіміз дайын.
тәттімізді формадан осылай оңай ғана шешіп аламыз. Және тәлікеге салсаңыздар болады. Қараңыздар, осындай әп-әдемі болып шығады. Мен бұл десертті өте жиі жасаймын, себебі жасалу жолы қарапайым. Тәттінің үстін шоколадпен әрлеймін. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай оңай әрі тез десерт дайындауға болады. Бұл десертіміздің дәмі йогуртқа немесе балмұздаққа ұқсас болып келеді. Оңай кесіледі, сынбайды, әдемі, тәп-тәтті, сондай-ақ нәзік болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ботафуд ас болсын.